Рамазанның ең соңғы күні бізде осындай түсінік бар, құрметті ағайындар. Оразаның бүгін кешке ауыз ашқаны ең соңғы күні, ауыз ашалыс бітісімен айт күні айт намазының алдында көп адам ауыз бекітіп жүргендер бар. Айт күні ауыз бекітілмейді. Кешке ауыз аштыңыз, оразаның соңғы күні соныменен тоқтайды. Тек қана кейбір адамдардың шатасып жүргені, ерте айт намазына баратын адам, екі айтты алатын болса, құрбан айт пен ораза айтты тәтті тамақ жеп баруы керек. Соны көрген адамдарымыз ерте айт намаз ерте оқылады ғой. Тәтті тамақ жегенін көріп, күнделікті әдет сияқты сәресі деп ойлап, сәресін ішіп жүрген апа-аталарымыз бар, мұсылмандар бар. Бұл қателік ағайындар. Кешке ауыз ашылады соңғы күні, сонымен тоқтайды. Айттан кейін ұсталатын ораза, айт күндері ораза ұстауға болмайды. Бұл күнә болып есептеледі. Айттың бірінші күні бұл бірінші үкім. Ары қарай енді біздің халқымыз 3 күн тойлаған, сондықтан кейінірек Шәуәл күндері жалғасады.